Кекілбаев шағала, көк толқын, көк айдында кілкіп қалқып, қайықты мазалайды түртіп тарпып, сүйкініп жүңкіп кейін шегенеді, жағаның жағасынан сілкіп тарпып. Өзі кейде күшін байқасады, бұқадай бауырқанып шайқасады, өкіріп үршеленіп сүзіссе де, жеңілсе жентектеліп жай қашады. Көк толқын айбат шегіт иықтасып, үркейді жағалаудан тиіп қашып, шошынып бұрқылдаған тентегіңнен қыранда қалықтайды биікке асып, бұрқанған беле алмай өзін-өзі, теңізден бәрі шұшып безенеді, сескенбей шарықтайды тек шағала, айдында өз үйіндей сезенеді. Мен Сахибгареев Андал Фаттахиддинұлы, татар этно-мәдени орталығының төрағасы, халық жазушысы Абиш Кекілбаев ағамыздың 85 жылдығына орай арналған челленджді Ақтөбе қаласындағы әріптесіме, татар этно-мәдени орталығының төрайымы Хабибуллина Эльвира ханыма және Ақтау қаласындағы өзбек этно-мәдени орталығының төрағасы Талибаев Рустам мырзаға жолдаймын.